мұқағали Мақатаев атамыз Шымкентте Сарыағашта демалып жатса, бір сақалы белінен асқан ақсақал сұрақ қойып жатыр дейді. Ау Мұқа, сіз қазақтың сөзін меңгерген, зерттеп жүрген ақынсыз ғой. Қазақтың кейбір сөздерін түсінбеймін. Депті ақсақал. Сөйтсе Мұқаң тұрып, ау ақсақал, түсінбейтін несі бар, айтып көріңіз, түсіндіріп көрейін деп. Сөйтсе ақсақал тұрып айтады дейді, қазақта қатын қалаш, бала шаға деген сөз бар. Мағынасы қалай деп. Сөйтсе Мұқаң тұрып айтады дейді, ақсақал түсінбейтін несі бар. Қатын деген үйдегі қатыныңыз. Қалаш деген сырттағы қатыныңыз. Бала қатыннан туады, шаға қалаштан туады. Шағадан қалай сақтасын балаларыңызды қосыңдар. Отырыстың басы Мұқағали атамыздың әндерімен өріліп жатыр, армен қарай жалғасын тапсын. Сіз білетін, біз білетін, сенің көзің түпсіз терең, тұңғиықтан жаралған, сонда жатыр менде жүрген орындалмас бар арман. Сенің жүзің көкте күннен, жерде гүлден алған, шашың сенің жан баспаған, жапандағы қаралма. Ал бұл ғаламда бір жан болса сенен асқан егерде өз өзімді өзім оям олы мәңгі көрмейді бұл ғаламда бір жан болса сенен асқан егерде өз өзімді өзім оям олы мәңгі көрмейді зәм-зәм суы сенен арзан таталмаған кәусар сенен сұлу мүсініңді сөзбен қалай тауды бұл мәжінді сірә менде кебірем деген шығар-ау әппақ құсым айдастың сен аңсадым ау бұл мәжінді сірә менде кебірем деген шығар-ау әппақ құсым айдастың сен аңсадым ау сенің көзің түпсіз терең тұңғиықтан жаралған сонда жатыр менде жүрген орындалмас бар арман сенің жүзің көкте күнде жерде өтеді алған шашың сен жан баспаған жапандар сенің жүзің көкте күнде жерде өтеді алған шашың сен жан баспаған жапандар Ер адамнан қанша қызың бар, қанша балаң бар деп сұрамаған ол кезде. Ол кезде жігіттер мықты болған ғой. Қанша әйелің бар деп білетін болған. Сол кезде жаңағы ер адамның шаңырағына барған кезде төрде бір қамшы ілініп тұрса, бір әйел бар деген сөз екен. Екі қамшы ілініп тұрса, бірақ қамшы ғой деп. Екі қамшы ілініп тұрса, екі әйел бар деген сөз екен. Сондықтан жігіттер үйлеріңізге абайлама екі қамшы ілініп қойып бастарыңыз бар екен болып жүрмесін. Мен асыл қамшылық қойын, жанды үлкен қамшылық ол не болады? Бана сабақ тұрсын. Оны кейін айтып
Жоқ, негізінде жаңағы білезік жайлы шын, ал енді қамшы жайлы қалжыңдап жатыр. Ойланып қалсам 40 Реміз қамшы көп. Құдағи шошып кетті, үйде қамшы іліндіреді деп көрді. Негізі қамшы деген қасиетті ғой. Жынды қашырады дейді, шайтанды қашырады. Әйелдер бір аптада бір соғып қояды артық. Бұрын сондай болған енді. Қазір керісінше болып кетті. Жоқ, елік қойып көрсетеді, қамшы түрде кішкене сескенеді бұлар. Шынымен қамшы тұрса, шынымен әйел ана қамшы қарап кішкене бір шайтанды басады екен. Ол бекерден емес. Ақалдың қамшысы бар, талғыр қайту керек Бәрі қамшыны қояйық, той жалғастырайық. Бәрі ойланды Уважаемые дамы и господа, давным-давно, буквально 2 дня назад, один лошадь жил. Он счастливым был. Он траву кушал, воду пил. А я раста арай узатлам деп этот лошадь свою судьбу погубил. Безжалостный касапша его на куски порубил. Мы не увидим его снова. И вот его последнее слово. Астарыңыз да. Ана сыңарыңыз деп жатыр ана жақта. Арай, не істедің? Арай. Жаным ау. Өмір ғой. Болды, жыныңа тиме. Болды енді қайғырта беру орсын. Келеді. Васька, қандай мықты жылқы еді. Жақсы. Енді бұл гүлді жай табыстамайықшы. Мен бір сөз айтам, осы сөзді менен кейін қайталап тұрасың. Жақсы ма? Ақбаланы дүниеге әкелгеніңіз үшін. Ақбаланы дүниеге келгеніңіз үшін. 9 ай 10 күн көтергеніңіз үшін. 9 ай 10 күн көтергеніңіз үшін. Еркелігін кешіргеніңіз үшін. Еркелігін кешіргеніңіз үшін. Ол жылағанда бірге жылағаныңыз үшін. Жылағаныңыз үшін. Рахмет сізге, ене. Рахмет сізге, мама. Мама дейді, браво! Осы азаматқа менің жолым жұғысты болсын деймін. Себебі мен 10 жыл бұрын үйлендім, Аллаға шүкір қазір 6 баланың әкесі болатын шығармын. Бұйырса, пока что 4-і әлі, 2-ақ қалды. Негізі мен де басында үйленген кезде 2013 жылы тоже бойым ұзын болған осындай. Кейін автоматически шөгіп қаласың осындай бірдеңесі бар екен. Таптың да бақытыңды кете барды, аңсаған азаматқа жете барды. Бауырым сені ойлағанда, тереңірек бойлағанда, қарындасым, қарлығашым, барған жерің бағыңдашсың, шаңырақ кереген керілмесін, ауылың мақтаулы келіндесін, артыңнан жаман сөз ерілмесін, қуаныш бақытты елің бересін, қарындасым ай. Әкесі Алмат ағаны келе қойыңыз. Арасында қошеметтеп отырайық, қолдап отырайық. Әніміздің қайырмасын бірге шырқаймыз. Қарындасым, қарлығашым, барған жерің бағыңдашсың,
mақтаулы келіндесің, артыңнан жаман сөз ерілмесін қарындасыма.